Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін үй жағдайында осындай жүрек булочкаларды пісірдім. Өте жұмсақ, өте дәмді болып шықты және сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Қамыр илеу үшін алдымен ыдысқа жылы суды құямын. Судың температурасы 38-40 градусқа дейін болғаны дұрыс. Егер де өте ыстық болатын болса, жаңағы сіз аштығыны қосқан кезде аштыққа дұрыс ашымай қалуы мүмкін, пісіп кетеді. Одан кейін тұз қосамыз 1 шай қасық, одан кейін қант қосамыз. Қантты жақсылап ерігенше осылай араластырамыз. Суда қант еріді, ерігеннен кейін үстінен сұйық май, одан кейін бөлме температурасындағы осындай маргаринді қосып араластырамыз. Одан кейін 1 жұмыртқа қосамыз, араластырамыз. Жаңағы бетіндегі маргарин осылай бетінде қалқып тұрғандықтан кішкене қолымен мыжып, ыдыратып алдым. Осылай араластырдым, мінекей көргендеріңіздей. Енді үстінен аштықыны соңында қосып, тағы бір рет араластырып алғаннан кейін, онды салып қамыр илейтін боламын. Онды осылай електен өткізіп аламыз. Оның барлығын осылай електен өткізіп алғаннан кейін араластырып көремін. Егер де оның жеткіліксіз жаңағы сұйықтау болатын болса, үстінен тағы да ұн қосып илейтін боламын. Бірінші қасықпен осылай араластырып көремін. Егер де тағы да ұн қажет болатын болса, ұн қосып, қазір електен өткізіп, қосып илеймін. Осы қосқан ұн жеткілікті болатын сияқты. Енді қасықпен араластырып алғаннан кейін қасықты алып тастап, қолмен осылай илеймін қамырды. Және де қамырды илеген кезде қамырдың тығыздығы өте жабыспақ, не болмаса өте тығыз болғаны болмайды. Орташа жұмсақ және қолға қатты жабыспайтын қамыр илеуіміз қажет. Енді кішкене қолға қазір жабысып тұр, көргендеріңіздей. Үстелдің үстіне аздап ұн себемін деп осылай кішкене илеймін. Және онды көп себудің қажеті жоқ, аз ғана себіп, онда осылай илейміз. Қамырды ыдысқа салған кезде ыдыстан оңай алынып тұр. Өте жабыспайды қолға. Осындай тығыздығы жұмсақ болу қажет. Енді бетін жауып, жылы жерге көтерілуге қойып қоямыз. Қамыр өте жақсы көтерілді. Бетіндегі салафанды алып тастаймын. Негізі қамырдың жақсы көтерілуі сіздің аштығыңызға байланысты. Аштығыңыз өте жақсы болса, қамыр да өте жақсы көтерілетін болады. Және күніне қараңыздар, егер ескірген болса, ол көтерілмей қалады. Соған да мән беру қажет. Және де төңкермес бұрын осылай алдымен аздап ыдыстың ішінде қолмен илеген жақсы қамыр. Сол кезде ашыған аштығы, кислородтар шығатын болады. Осылай қолмен илеп алдым. Үстелдің үстіне аздап сұйық майды жағып, жабыспас үшін осылай қойып үстелдің үстіне, одан кейін бөліктерге бөліп аламыз. Өлшеп, яғни 110 граммнан бөліп алдым мен. Қамырдың барлығын осылай бөліктерге бөліп алғаннан кейін, дөңгелетіп, үстелдің үстіне қоямыз да, бетін жауып, кішкене көтерілуге қоямыз. Қамырдың бетін жауып, енді бір 15-20 минутқа көтерілуге қойып қоямыз. Қамырымыз әдемі болып көтерілді. Бетіндегі салафанды алып тастаймыз да, бір-біреуден алып булочканы жасаймыз. Булочканың салмасына мак, осындай мак қолданамыз, және де қант қажет болады.
қант. Енді бір-біреуден осылай алып қамырды дөңгелектеп жаямыз өйстіп. Одан кейін осылай сумен жағамыз. Сол кезде мақтар нетпейді, жаңа төгілмейтін болады. Макты сепкеннен кейін үстінен аздап қант сеуіп, қамырды орама сияқты орап алғаннан кейін осылай кесеміз. Қамырдың тығыздығын байқасаңыздар, әлде қолға жабысады, өте жабыспайды, және жұмсақ, осындай тығыздығы жұмсақ болғаны жақсы. Сол кезде булочкаларың жұмсақ болып пісетін болады. Осылай үстінен тағы да суды жағып алғаннан кейін үстінен мак себеміз, одан кейін қант себеміз. Және осылай қамырды орап алғаннан кейін екі бүктейміз. Бүктеген кезде астынан үстіңгі жағы сәл шығып тұрады осылай. Сол кезде әдемі жүрекше шығады. Осылай шығарып алып жасай береміз. Барлығын осылай қайталаймыз. Екінші түрін өзім арнайы тосаппен жасап көрдім. Өзім әдейі қалай шығады деп ойладым. Жақсы ойдағыдай шықты. Және де бұл тосап, ыстыққа төзетін тосап арнайы кондитерлік дүкендерде сатылады. Термостабильный деп айтады. Осылай тосапты жағып алғаннан кейін екі бүктеп ортасынан кесеміз. Әдемі жүрекше шығады. Және де бұл піскен кезде ағып кетпейді, күйіп кетпейді, әдемі болып піседі. Менің балаларыма ұнады. Және де достар, осы рецепт сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліңіздер, пікір қалдырыңыздар, сұрақ қойыңыздар, міндетті түрде жауап беретін боламын. Және де каналыма тіркеліп қойыңыздар. Булочкалардың барлығын өстіп дайындап салып қойдым. Енді қазір кішкене аздап тағы да көтерілге қойып қоямыз. Булочкалар көтерілді. Енді осындай болып әдемі көтерілді. Енді үстінен жұмыртқаны жағамыз. Жұмыртқаға 1-2 ас қасық сүт араластырдым. Осылай барлығын бетіне жұмыртқаны жағып шығамын. Одан кейін 190 градуста, 190-200 градуста пісірдім. Достар, және де пештеріңіздің градусына мән беріңіздер. Менде мысалы 190-200 градуста пісіріп аламын, 20 минут қана, 25 минуттай. Сіздер өздеріңіздің градустарыңызға қарап пісіресіздер. Әркімнің градусы әртүрлі болғандықтан әртүрлі піседі. Мінекей, көргендеріңізде булочкаларымыз осындай әдемі болып, жұмсақ болып пісті. Жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.